Қайным неге үйленбей жүр? Әңгіме. Ол былай ғой. Арман арқалап қалаға келдім. Өзімді керемет білгіштер қатарына қосамын. Бой сырақтай, ақыл төгіліп тұр. Қыз біткен менің аузыма қарайды. Көрік сымбаттан алам кенде қылмаған. Шалқып жүрмін. Көрші факультеттің бір қараторы қызына көзім түсті. Байқаймын, қыз да кетер емес. Бір күні жиналып әңгіме соғып отырғанбыз. Қасымда тек қыздар. Мен аузымды ашсам, қыран топан күлкі. Сөйтіп арқа жаққа отырғанда, қызы түскірі қиыла қарап, рахат, қарақұм әперші демесі бар ма? Ол не? Сүнсем бұйырмасың. Қызылқұмды білемін. Такла Макан шөлін естуім бар. Ал қарақұм, миымның қатпар-қатпарынан қанша қопарсам да еш жауап таппаймын. Қас қылығанда екінші құрбысы және қосылып, әперші рахат дейді. Оған үшінші қыз қосылды. Әперші. Әпермеймін деп шорт кестім де, әжем ашуланғанда етегін сілкіп тастап жүріп кететіні болушы еді, мен де сөйттім. Ұшып тұрдым да костюмның етегін бір қағып тастап жүріп кеттім. Ал ойлан, күн ойлан, түн ойлан, қасымдағылардан сұрайын десем бір түрлі ұят сияқты. Бәрін білемін деп кеудемде нам пісіп жүргенімді какой-то қарақұм не деп сұрасам, рахат атыма сын емес пе? Соны да білмейсің бе деп күліп жүрсе, кітаптарды ақтарамын, жауап таппаймын. Бір күні қатты қиналып жүргенімді көріп, курстағы ересек әскерге барып келген жайсаң сұрақтың астына алды. Жай деп сыр бермеуге тырысам. Сөйтем қарақұм дегенде кәдімгі конфет, шоколад, конфет. Масқара, қызды көруге бет жоқ. Сол пәленің бар болғаны конфет екенін білсем, сол қыздардың әрі қайсына 1 килодан әпермес пе едім? Ұят-ай. Қыздар ғой мені тас сараң екен деп ойлаған шығар. Танауымды көтеріп, кек жиып шыға жөнелгенім есіме түссе, ұяттан өртене жаздаймын. Хош, оқу бітті, елге келдім. Менің ауылдағы құрдасым Олжабай 3-4 балаға әке болып үлгеріпті. Апам үйлен деп қысып жатыр. Қой, келіншегі екеуі көрген жерде жармасып, орталарына алып ана қызды бір айтып, мына қызды бір айтып, құлақ етімді жеушеді. Тәуекел, таныстырсын деп белімді бекем болып үйлеріне бардым. Дөңгелек үстелде кеспе көже ішіп отыр екен. Қарным шұрқырап қоя берді. Досым әдеттегідей ұшып тұрып құшақтады. Келіншегі салқын ғана ерін ұшын жыбырлатты. Өзірі әлденеге келіспей қалған сияқты ма? Немене? Әрине күйеуіне ашуланып қыр көрсеткен түрі болар. Мен кірісімен балалар дүрк көтеріліп басқа бөлмеге шықты. Досым, қонаққа тамақ құймайсың ба деп еді, келіншек отырған күйі созылып, баласы ішкен кесені жумасын үстіне құя салды. Және баладан қалған қасықты шолп еткізіп тыға салды. Әрі-сәрі болып мен отырмын, шейін десем жеркенем, ішпеге досымнан ят. Кесені алдыма алып, құр қасықпен аударыстып отырмын. Үн жоқ. Сарт еткен дыбыс шыққаны сол, әйел дастарханға жалп етті. Мен шошып кеттім. Апыл-ғұпыл ішіп тауыстым да кесемді тағы тостым. Сонымен 2 кесе көжені тауыстым да түк деместен үйден шығып жүре бердім. Хош, шешем өлген жылы қатты қиналдым. Әсіресе пеш жағу мен үшін қиямет қайым. Қолым ғана емес, шашыма дейін күл-күл қап-қара күйі. Бықсып жанбаған отқа жыным келеді. Қой, болмас, үйленейін дедім. Ұйқысыз түндерде көз алдымнан қыздарды өткіземін. Ойша, қыстай жаурап әбігерім шықты. Көршіде бір қыз бар болатын. Қыз болғанда енді бір баласымен қайтып келген қыз. Мейлі, ең болмаса от жағудан құтыламын ғой. Түнімен бүрсіп тоңдым. Осыдан Құдайдың таң атсын, барам да ертіп келемін. Осыдан таң атсын. Түнімен көзімді өзім қайрап, таңертең тұрсам, күн жылынып қапты. Ура, дедім. Енді от жақпасам да болады. Хош, қалаға қызметке тұрдым. Ауылдың қызы Салақ. Одан да қаланың мәдениетті қызына үйленейін деп шештім. Аққұба бір қызбен таныстым. Бойшан, дене бітімі келісті. Сөйлеген сөзі құлаққа жағымды. Барлық жағынан маған лайық қыз. Қой, рахат, осы қызға үйлен деп өз-өзіме бұйрық беріп, қызға қырындай бастадым. Қарақұмның не екенін біліп алған қу емеспін бе? Сыйладым. Қыз сол конфетпен шәй ішуге үйіне шақырды. Бардым, майысып шәй құйып отыр.
Кенет оның шай ішкен кесесіне көзім түсіп кеткені қып-қызыл қан. Бәсе, неге осы жасқа дейін күйеуге тимей жүрген енді белгілі болды. Ауру екен. Қой рахат, ауру қызға жолама. Өле алмай жүрсің бе дедім де өз-өзіме. Түк деместен тез жиналып шығып кеттім. Пәледен машайық қашыпты деген. Кейін білсем, қыздар жігітке ұнау үшін еріне қызыл бояу жағады екен. Помада деме, қап-қап, енді сондай перизатты кездестірем бе? Үйленгім-ақ келеді, жеңеше. Бірақ қайтесің, аузының салуы жоқ екен.